Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Эльмира. Бүгінгі видеомыз қазанның тазалығына арналады. Және де осындай жылтырап, тап-таза, әп-әдемі болып тұратын қазанның сырымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең қарапайым, ең арзан заттардан құралатын және де аз уақытта тазалайтын жолмен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыз, толық барлығы түсіндірілген. Бұл видеода біздің қазанымыз осындай болып кірлеген. Бұл қазанды жуу қазан қырғышпен аз уақытта алмайды. Бұл қазанмен мен алдыңғы видеода қазаннан жапқан болатынмын. Соның нәтижесінде бізде осындай лас қазан шықты. Енді оны тазартудың жолын бөлісемін. Ол үшін бізге сода, сабын, лимон қышқылы қажет болады. Ең алдымен қазаннан үлкен қазанымыз сиятын ыдысымызға суымызды қайнатамыз және де оған өткіштен өткізген сабынымызды, ас содасын және де лимон қышқылын салып, барлығын толығымен ерітетін боламыз. Бізде лимон қышқылын қосқанда осындай реакция жүреді және де қазанның астын орташа етіп қоямыз. Ең бірінші қайнап тұрған суымызға қазанымыздың қақпағын салып, шамамен 20 минут бойы қайнататын боламыз. Қайнаған уақытта бұл ыдысымызды бақылап тұруды ұмытпаңыздар, өйткені суымыз тасып кетуі мүмкін. Одан соң қазанымызды салып, осылай сыйғанынша саламын, өйткені менде одан артық үлкен ыдыс жоқ. Осылай қиғашынан салып, жартысын 20 минут бойы, жартысын тағы да аударып 20 минут бойы қайнататын боламын. Қазанымыз қайнап жатқан уақытта қазанымыздың қақпағын құрғақ ыдыс жуатын губкамен жуып көрсететін боламын. Одан кейін кәдімгі ыдыс жуатын құралды құйып, губкамен көпіртіп, жуып, барлығын кетіретін боламыз. Егер сізде одан қатты нагар болатын болса, кәдімгі қазан қырғышпен жуып кетірсеңіз де болады. Қазан қырғышпен жуатын болсаңыз, көп уақытта алмайды және де қатты күш салудың қажеті жоқ, өзі-ақ барлығы кетіп қалатын болады. Қазанымызда қайнап болды, енді оны да ыдыс жуатын губкамен видеода көріп тұрғандарыңыздай оңай әрі тез осылай қатып қалған, күйіп кеткен жерлерін кетіретін боламыз. Әрине губкамен кетпейтін жерлері де болады. Ол жерлерін қазан қырғышпен немесе пышақпен қатты күш салудың да қажеті жоқ, қырнап кетірсеңіз де болады. Осылай көріп тұрғандарыңыздай қазанның қырларын, шеттерін барлығын тап-таза етіп кетіруге болады. Қазанымыздың сыртын жуып болғаннан кейін қазанымыздың ішіне жаңағы сабын қосылған суымызды құйып, тағы да біраз уақыт қайнатып жібереміз және де сол суды суытып, сол сумен тағы да ішін жуып жіберсеңіз болады. Ол су қатты ыстық болғаннан кейін оны төгіп тастап, басқа су құйып, кәдімгі ыдыс жуатын құралмен, губкамен және де қазан қырғыштың көмегімен еш қиындықсыз ішін аппақ етіп тазартып алдым. Және де губкамен қазан қырғыштың жетпейтін осындай бұрыш-бұрышты жерлерін пышақтың көмегімен осылай қырнап, оңай кетіріп алдым. Міне осындай әдіспен қазанымызды айнадай етіп, тап-таза етіп алдық. Ыдыстың тазалығы денсаулық кепілі деп айтады. Барлығыңыздың ыдыс аяқтарыңыз тап-таза болсын және де ауырмаңыздар. Сондай-ақ менің каналымда қасықтардың, шанышқылардың тазалауының және де жылтырап тұруының оңай жолы бар. Видеосын тамашалап кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.